Саламатсыздар ма оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз Асқар Алтай прописка әңгімесі заман ақиқатының айнасы. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрын, сюжетін, фабуласын анықтау. Асқар Алтай 1963 жылы Шығыс Қазақстан облысы Жайсан қаласында дүниеге келген. Жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. Алтай балладасы, Қайың сауған, ел ауған романдарының, Қызыл бөлтірік, Қара бура повестерінің авторы. Әуелі прописка сөзіне анықтама бере кетейік. Қазақ тіліне тіркеу болып аударылады. Мысалы, Асан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 30-шы шағын аудан, 20-шы үй, 6-шы пәтерде тіркеуге алынған, немесе пропискаға алынған деп орысшада айтуға болады. Қара сөзбен жазылған шығармалар көлеміне, оқиғасына байланысты бірнеше жанрға бөлінеді. Атап айтар болсақ, әңгіме, повесть, роман, хикаят, новелла десек болады. Соның ішінде прописка шығармасының жанры әңгіме. Әңгіме дегеніміз әдебиетте оқиғаны қара сөзбен баяндайтын шағын көркем шығарманың түрі. Әңгіменің көлемі шағын, кейіпкерлер саны аз, сюжет ұйытқысын құрайтын оқиғаның басталуы, шарықтау шегі мен шешімі болады. Онда адам, оның өмірі мен тағдыры аса маңызды деген оқиға жинақы беріледі. Прописка әңгімесінің фабуласы. Фабула дегеніміз әңгімелеу, баяндау, тарихты айтып беру, көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау. Яғни, шығарманың қысқаша түсініктемесі деген сөз. Ендеше, фабуласына оралайық. Аталған әңгіменің. Арқат есімді жігіт 7 жылдан кейін өзінің туған ауылына қайтады. Мұндағы мақсаты паспорт үшін пропискаға тұру, әрі желтоқсан оқиғасына қатысты қудалаудан бас сауғалау болатын. Бірақ жолдың бойында жолаушы тиеген автобус омбы қар мен боранның кесірінен аударылып қалады. Автобус қайтадан жолға шыққанымен Ертіс өзенінің арғы бетіне өте алмай кейін қайтады. Прописка әңгімесінің сюжеті. Сюжет дегеніміз өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, бір тұтас желісі. Жалпылай айтқанда ешқандай шығарма оқиғасыз, сюжетсіз болмайды. Біз аталған әңгіменің жаңа ғана фабуласымен танысқан болатынбыз. Ал сюжетте осы аталған оқиғалар кеңірек баяндалады. Біз мысалы автобустың аударылуы десек, автобус аударылуға дейін қандай оқиғалар болды, автобус қалай аударылды, не себеппен аударылды, осының барлығы сюжетте қамтылады. Оқушылар оқу тапсырмасына прописка әңгімесін аламыз, аталған әңгіменің мазмұнымен толық танысамыз. Оқушылар кері байланыс жасауды ұмытпаймыз. Мен түсіндім. Бүгінгі сабақта нені нақты түсіндіңіз, соны жазасыз. Немесе маған қиындық тудырды. Бүгінгі сабақта сізге не қиындық тудырды, соны жазасыз.